біздің тақырыбымыз өте қызықты тақырыптың бірі. Бұны түсінген адам негізінде көп деген жетістіктерге жететіні сөзсіз. Бұл жерде репрезентациялық жүйені анықтау, рапорт, қосылу, реттелу, подстройка, айналандыру және калибрлеу, жүргізу, конкуренттілік деген ұғымдарды кеңінен ашамыз. Ол үшін ең алдымен репрезентациялық жүйе дегенімізде соған тоқталайық. Келіңіз. Классикалық анықтамада репрезентациялық жүйе бұл ақпараттаудың және ішкі өңдеудің бір немесе басқа әдісі жіктеу психофизикалық негізгі жүзеге асырады. Белгілі бір сенсорлық анализатордың басым болуы визуалды, аудиалды немесе кинестетикалық. Үш түрі бар екен, да? Үш түрі бар. Және тоқтала тұрыңыз, бұл жерге бір адамды шақырайық. Келіңіз, кім келеді? Кім келеді? Келе қойыңыз. Кім келеді? Келе қойыңыз. Ешқандай қиындық жоқ. Келе қойыңыз бір шетіне. Енді біз қазір бірінші тақырып визуалды, аудиалды, кинестетик деген ұғымдар түсіндік. Білеміз ғой, да? Соны ескере отырып, бір-біріңізге қарап отырыңыздар. Кішкене қиғаштанып, ыңғайланып. Енді осы рапорт дегеніміз не, айтып беріңізші? Рапорт дегеніміз не? Психологияда және НЛП-да интеллектілік және эмоциялық бірлікті білдіретін резонанс. Қарапайым тілмен айтқанда адамдар резонанс күйінде табу жалпы өрісте. Рапорт тудыру әдісі алға қойылған мақсаттарға жету үшін өзара резонанс саласында түрде. Енді ол үшін рапорт деген өзі қай кезеңде болады? Жалпы бір-біріне адамдар қосылған кезеңде, жалпы адамдар бір-бірін реттеген кезеңде, жалпы адамдар калибрлеген кезінде болады. Мысал ретінде екі адамға айтайық. Біреуі әңгіме айтсын, бір оқиғаны айтсын. Қайсыңыз? Бір оқиғаны, кез келген оқиғаны айтыңызшы. Мен айтайын. Аха. Мысалға бүгін болған оқиғаны айта берсін ғой. Маған қарамайсыз. Психолог айтасыз. Мысалға бүгін мен қатты шаршағаннан остановкадан өтіп кеттім да. Мысалға мен 4 остановка өтіп кеттім. Мен ол жағдаймен барынша күресем, ұйықтамауға автобуста. Бірақ мен ұйықтап қала беремін. Көрдіңіз бе, екеуінің отырысы мен ескеріп кете жоқпын. Бір-бір отырған кезеңде қоса салдымнан қосылу деп аталады. Аяқтың отырысы, қолдың ұстауы, бас дененің бұрылысы бір-біріне деген бұл қосылу деген реакция. Мен бұл кісілерге айтқан жоқпын, қостыңыздар деп. Болды ма ондай әңгіме? Болған жоқ. Естіп отырсыздар, да? Енді қараңыздар, бұл рапортты тудырудың алғашқы әрекетінің бірі. Солай ғой? Енді ары қарай. Қосылу деген сонымен не екен? Тоқтай тұрмыз. Қосылу деген не екен? Адамның сөйлеп отырған кезеңдегі вербалды емес әрекеттерін естеу, қайталау, әрекеттеу, соған реттеу, да? Оған сонымен бірге калибрлеу де көмектеседі. Калибрлеу дегеніміз не? Калибрлеу бір қатарлы белгілер бойынша жасалуға болады. Тарихи тұрғыдан мұндай алғашқы белгі көз қозғалыс реакцияларынан болады. Олардың рөлін Эриксон да анықтады. Біз адамның негізгі генотипіне тәуелділікті азайту ретімен орналастырып, калибрлеудің жетекші белгілерін анықтадық. Екеуі де шалқайып отыр. Денелер қандай болып отыр? Бос еркін ұстап отыр. Ешқандай қысым жоқ екеуінде. Оның үстіне басын бірге бұрған кезеңді байқайсыз, екеуі де бірдей басын бірге бұрайды. Көз қиықтарына да бір-біріне бірдей қарайды. Шетімен біреу қарады ма, екіншісі шетімен қарап отыр. Тіке қараса, мысалға тіке басын бұрып жатыр. Осы калибрлеу болады. Түсінікті ме бұл? Яғни бұл жерде мына беттің келбетінен бастап, қол мен дененің қозғалысының, позаның бәрі қайталануы калибрлеудің ретін көрсетеді. Түсіндіре алдық па? Әркім үйге барған кезеңде осы жаттығуды жасауларын сұрайды. Келесі. Қандай ұғым? Енді тоқтай тұрыңыз, бұл жерде келесіде кете беріңіз. Айналандыру деген бар. Отзеркаливание дейді орысша айтқан кезеңде. Айна сияқты не істеу керек?
айнаға қарағанда айна не істейді? Тура сіздің әрекетіңіз қайталанады. Сол сияқты мына қарым-қатынас жасаған кезеңде клиентпен сіз психолог ретінде оның бәрін айналандырып көрсетіп отыру, былай айқын көрсетудің қажеті жоқ. Өте жұмсақ, нәзік, білдірмей, қолдың ырғағымен сүйкімді этаппен қосылған өте орынды сол айлаландыру негізінде конгруенттікке алып келеді. Кеттік ары. Конгруенттік дегеніміз не сонымен? Қарапайым геометриялық кесінділердің бұрыштарының, үш бұрыштардың, басқа да пішіндердің және денелердің парапарлығын эквиваленттілігін өрнектеу үшін қолданылатын ғылыми атау. Екі қызға қараймыз, қыздар. Екеуміз де қуаныңыздаршы бір нәрсеге. Қуандыңыз, ой қыздар қазір сабақ бітеді, аяқталды, үйге қайтасыздар. Не істеді екеуі? Ланбай ой табай. Жоқ, оны қоя тұрыңыз. Біз қазір сабақты айтып тұрмыз, сол емес пе? Мен сол кезеңде қандай күйде болдыңыз? Езу қайда бар? Бет не істеді? Бет мимикасы өзгерді ме? Көз не істеді? Сағайып қалды ма? Жоқ, негізінде көз күлімсіреді. Содан кейін, мысалға, сенімсіздік тудырыңыз, маған сенбей тұрсыздар. Не істейміз? Сенімсіздік тудырған, міне, нағыз сенімсіздік. Бір жерде жымиды деген сияқты, иә? Кішкене сенімсіздік болды. Мына сенімсіздіктен негізінде бетті ерін ұстау мүмкін, бет ұстау мүмкін, немесе бүйтіп ерін ұстап бір шетін ғана. Көрдіңіз бе? Ал екінші шетіне тиіспейміз негізінде. Бұл сенімсіздік. Сенімсіздік кезінде адам іштей не ойлайды? Менде жетістік жоқ. Мен жетістікке жете алмаймын деген ой пайда. Ресурсты көрмей тұрмын, жоқ, мен мойындамаймын дейді. Көрдіңіз бе? Сол сияқты мына үйге барған кезеңде мына таблицаның бәрін сызып жазып алыңыздар да, көшіріп алыңыздар да, соткаларыңызға. Соны үйде қайталаңыздар. Келесі. Ренішті білдірейікші. Бірдеңеге мен сіздерді қыздар бүгін сағат 5-ке дейін ұстаймын. Сабақтан жібермеймін. Қандай болады? Реніш бар. Ауызды қараңызшы, бірден өзгерді. Екеуінде формасы өзгерді. Ауызды бүйтіп бұртиды да, сондай не қуанбай қалдық екеуміз. Бұл теріс эмоцияның туындауынан. Және үйге қайтумен де маңызды, бірақ мен оған қайта алмайтын болдым болсын. Маңызды болып отыр бұл әңгіме. Сіз маған қарап отырсыз, сен, яғни мен деген сияқты маған сенусіздік позициясы болды. Бұдан кейін бұл кісіге сенуге болмайды екен деген ой пайда болады. Келесі, кінәні айтайық, кінә. Өзіңіз кінәлап көріңізші, қыздар сабақты оқымадыңыздар. Дұрыс жасамаңыз. Шын мәнінде сіздер кітап сабақ оқымай келсеңіздер, қандай күйде боласыздар? Иә, біреу ернін істейді, ыңғайсызданып, өзін кінәлі сезінеді, төмен қарайды, ыңғайсыз күйді тудырады, негатив ой пайда болады. Мен кінәлімін деп, мен пассивті бекер бүйтіп үйде дайындалуым керек деген сияқты позицияны танытады екен. Сонымен отыра қойыңыздар, рахмет. Сонымен қорытындылай келген кезеңде не айтамыз? Осы ойды. Қалай ойлайсыз? Егер де біз калибрлеуді, қосылуды, айналандыруды білмесек, бізге бұл психолог ретінде қарым-қатынас жасауға, ол адамның ішкі дүниесіндегі сенімділікті, құндылықты тудыра ма еді? Тудырмайды. Себебі өзіңіз оны түсінбей тұрсыз. Сондықтан бүгіннен бастап қуаныш, реніш, өкпе, риза болу адамға, тыныштық, сенімділік, осы ұғымдардың бәрін сіздер үйде барып айнаның алдында жасап көріңіздер. Сонда қандай нәтижеге келетініңізге